Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін ақ шоколадпен ганаш жасап үйренеміз. Ол үшін бізге ақ капелька шоколад қажет болады және майлылығы 82,5% май қажет болады. Ең бірінші ақ шоколадымызды водяной баняда астын қозғай отыра дәл осылай шоколадымызды ерітіп аламыз. Шоколадымыз толықтай ерігеннен кейін оның үстіне сары майымызды салып барлығын жақсылап араластырамыз. Енді миксердің көмегімен 2-3 минут түсі ақшылығы өзгергенше миксерлейтін боламыз. Видеода дайын болған кезде оның үстіне түрлі түсті бояғыштарды қосуға болады. Бояғыш қосу ол міндетті түрде емес. Менде ганашым дәл осындай түске боялып шықты. Енді оны бетін пищевой пленкамен немесе салафанмен жауып, холодильникке, яғни тоңазытқышқа 10-15 минутқа қойып аламыз. Қойып алғаннан кейін менің ганашым дәл осындай видеодағыдай болуы тиіс. Формасын, яғни ұстап тұруы тиіс. Дайын болған кремімізді кондитерлік мешокқа салып дайындап аламыз. Енді холодильниктегі тортымызды шығарамыз. Ол міндетті түрде 4-5 сағатқа салқындатылып тұруы тиіс. Дәл осы видеодағыдай айналдыра кремімізді жағып шығамыз. Жан-жағын кремдердің барлығын түзеп аламыз. Қалған креміміздің барлығын беткі бөлігіне жағып шығамыз. Енді тортымыздың барлығын креммен жақсылап тегістеп шығамыз. Біздің тортымыз дайын болды. Оның үстін кез келген оформлениемен сәндеуге болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Мен кондуринмен дәл осылай әсемдеп шықтым. Видеоның соңына дейін қарап, менімен болғандарыңыз үшін алғысымды айтамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаймыз.